Бұл елдің қойнауында 2,5 мың жылдық тоңазытқыш жасырылған. Жер астында қақпандарға толы 2004 жылға дейін ешкім білмеген тұтас бір қала бар. Бір ватта электрсіз жұмыс істейтін, ғасырлар бойы тоқтаусыз қызмет етіп келе жатқан кондиционерлер бар. Көз алдыңда қан түске айналатын көл бар. Ал кейбір жерде адамдар дәмдеуіштің орнына жер жейді. Мұның бәрі бір ғана Иран. Бірақ бұл сіз жаңалықтардан көріп жүрген Иран емес. Бұл мүлде басқа, терең, жұмбақ әрі таңғаларлық Иран. Бұл елге сырттан қарасаңыз, сіз тек саяси жаңалықтарды көресіз. Бірақ сол қабаттың астында мыңдаған жылдық тарих, ерекше табиғат және адам сенгісіз инженерлік шешімдер жатыр. Егер барлық стереотиптерді алып тастасақ, онда біз бір елде емес, бірнеше түрлі әлемді көреміз. Бір жерде жер беті 70 градусқа дейін қызатын шөл. Екінші жерде жасы 50 миллион жыл болатын орман. Бір аймақта қар басқан биік таулар, ал олардың астында жасырын қалалар мен туннелдер. Бұл бір картаға сыйған бірнеше планета сияқты. Бүгін біз осы елдің ең құпия, ең ерекше, ең таңғаларлық жерлеріне барамыз. Сіз бұрын естімеген фактілерді білесіз. Адамзаттың қаншалықты ақылды болғанын көресіз. Және бір маңызды сұраққа жауап табамыз. Неге бұл өркениет жойылмады? Ал бастамас бұрын, бұл видеоны лайкпен қолдап, қара файл арнаға жазылып кетіңіз. Ал біз бастаймыз. Кеттік. Деште Лут жердегі ең ыстық тозақ. Алдымен ең қатал жерден бастайық. Деште Лут. Парсы тілінен аударғанда бос шөл. Бұл атау кездейсоқ емес. Бұл жерде шынымен ештеңе жоқ. 50 мың шаршы шақырым, ешқандай тіршілік жоқ аймақ. Су жоқ, өсімдік жоқ, жануар жоқ. Тіпті бактериялар да тіршілік ете алмайды. Ғалымдар мұндай жерлерді абиотикалық аймақ деп атайды. Бұл өмірдің болуы мүмкін емес деген сөз. 2005 жылы спутник бұл жерде жер бетінің температурасын 77 градус деп тіркеді. Бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Ауа емес, дәл жердің беті. Бұл нені білдіреді? 65 градуста адам ағзасындағы ақуыз ыдырай бастайды. Яғни бұл жерде ұзақ тұру өмірге қауіпті. Сіз бұл жерде жалаң аяқ бір қадам да баса алмайсыз. Бірақ ең қызығы, осы өлі аймақтың шетінде ерекше табиғи құрылымдар бар. Оларды колодтар деп атайды. Бұл жел мен судың миллиондаған жыл бойы жасаған табиғи мұнаралары. Кейбірінің биіктігі 40 метрге жетеді. Олардың пішіні соншалықты мінсіз. Алғашқы еуропалық саяхатшылар оларды ежелгі өркениеттің қалдығы деп ойлаған. Бірақ бұл табиғаттың өзі. Тағы бір ерекше құбылыс бар. Бұл жерде құм дыбыс шығарады. Жел белгілі бір бағытта соққанда, төмен терең гуілі естіледі. Бұл дыбыс орган аспабына ұқсайды. Жергілікті халық бұл дыбысты жындардың дауысы деп атайды. Ал сол дыбыстың қайдан шығатынын іздеуге кеткен адамдар кейде қайтып оралмайды дейді. Бірақ 70 градус ыстықтағы шөлде жоғалып кету таңқаларлық нәрсе емес. Енді көз алдыңызға елестетіңіз. Сіз 2000 шақырым солтүстікке ауысасыз. Сол ел, сол карта. Бірақ айналаңыз мүлде басқа әлем. Диркан ормандары уақыт тоқтап қалған жер. Сіз енді шөлде емес, қалың ылғалды орманда тұрсыз. Иә, бұл Иран. Диркан ормандары Каспий теңізінің жағалауында орналасқан. Олардың жасы 25-тен 50 миллион жылға дейін. Олар мұз дәуірінен аман қалған. Олар жердегі ең көне экожүйелердің бірі. Бұл ормандар 2019 жылы ЮНЕСКО мұрасына енгізілді. Мұнда темір ағаш өседі. Бұл ағаштың тығыздығы соншалық, ол суда батпайды, керісінше түбіне кетеді. Оны кесу өте қиын. Қарапайым ара оған өтпейді. Бұл жерде тұрақты тұман бар. Жер ылғалды, өсімдіктер қалың, ауа ауыр әрі салқын. Ал осы ормандарда Каспий леопарды өмір сүреді. Бұл әлемдегі ең сирек жыртқыштардың бірі. Қазір олардың саны небәрі 100-150 ғана. Егер сізді осы орманға келсе, сіз өзіңізді Кавказда жүрмін деп ойлар едіңіз. Бірақ бұл Иран. Және бұл тек бастамасы ғана. Урмия қанға айналған көл.
солтүстік батысқа қарай тағы бір ерекше орын бар. Урмия көлі. Бұрын ол әлемдегі ең үлкен тұзды көлдердің бірі болған. Ауданы шамамен 6000 шаршы шақырым. Бірақ қазір оның тек 10 ғана қалған. Көл өліп жатыр. Және ол өлер алдында түсі өзгереді. Ол қызылға айналады. Бұл химиялық ластану емес. Бұл табиғи процесс. Су буланған сайын тұз көбейеді. Қалыпты тіршілік жойылады. Оның орнына ерекше бактериялар пайда болады. Олар қызыл пигмент бөледі. Су қан түске енеді. Жоғарыдан қарағанда бұл жер планетаның жарасына ұқсайды. Жағалауда тұз кристалдары. Өлі ағаштар. Құстар жоқ. Балық жоқ. Тек тыныштық. Толық сюрреализм. Және ең таңғаларлығы шөл, орман және қызыл көл бір елдің ішінде қатар өмір сүріп жатыр. Бірақ біз әлі ең қызықты жерге жеткен жоқпыз. Ормуз және Кешме жер жейтін аралдар. Енді біз Парсы шығанағына қарай жылжимыз. Картада кішкентай ғана нүкте сияқты көрінетін арал бар. Бірақ ол жерге жақындағанда сіз бірден түсінесіз, бұл жер қарапайым емес. Бұл Ормуз аралы. Аралдың көлемі небәрі 12 шақырым шамасында. Бірақ оның табиғаты мүлде басқа планетаны еске салады. Жер қызыл, тастар қызыл, таулар қызыл. Бұл жай қызыл емес. Бұл қан түстес қызыл. Себебі бұл жерде темір оксидінің қоры өте көп. Бірақ ең таңғаларлығы түс емес. Ең таңғаларлығы адамдардың бұл жермен не істейтіні. Жергілікті тұрғындар осы қызыл топырақты тамаққа қосады. Иә, тура мағынасында жейді. Оны ұнтақтап, нанға, балыққа, тұздықтарға қосады. Бұл топырақта темір, кальций, минералдар бар. Дәмі ерекше, тұзды, сәл металл дәмі бар. Туристер оны татып көргенде тұзды чипс сияқты, бірақ темірдің дәмі бар деп сипаттайды. Бұл жай дәстүр емес. Бұл нақты гастрономия. Ал көрші Кешме аралында тағы бір ерекше орын бар. Ол жұлдыздар аңғары. Бұл жерде жартастар жел мен уақыттың әсерінен ерекше пішінге айналған. Олар ғарыштық мүсіндерге ұқсайды. Жергілікті аңыз бойынша бұл жерге жұлдыз құлап, жерді мыңдаған бөлшекке бөліп кеткен. Ғалымдар бұл құбылысты жер астындағы тұз қабаттарының қозғалысымен түсіндіреді. Бірақ қалай түсіндірсе де, бұл жер шынайы емес сияқты көрінеді. Табиғаттың төрт кереметі. Енді бір сәт тоқтап ойланып көріңіз. Бір елдің ішінде тіршілік жоқ шөл, миллиондаған жылдық орман, қызылға айналған көл, жер жейтін арал. Ол төрт түрлі әлем. Бірақ олардың барлығы бір жерде орналасқан. Бұл Иран. Бірақ табиғат бұл оқиғаның тек жартысы ғана. Енді ең қызықты бөліп басталады. Адамдар, Яхчал 2500 жыл бұрынғы тоңазытқыш. Енді елестетіңіз. Сіз шөлде өмір сүресіз. Температура 50. Электр жоқ. Тоңазытқыш жоқ. Суды қалай салқындатасыз? Тамақты қалай сақтайсыз? Перстер бұл мәселені 2500 жыл бұрын шешіп қойған. Олардың шешімі Яхчал. Яхчал мұз шұңқыры деген сөз. Бұл үлкен күмбез тәрізді құрылыс. Оның ішкі қабырғалары арнайы қоспадан жасалған. Құм, саз, жұмыртқа ақуызы, жүн және күл. Бұл қоспа жылуды өткізбейді. Күмбездің астында үлкен жерасты камерасы бар. Қасында арнайы су бассейндері орналасқан. Қыста түнде су қатып қалады. Таңертең адамдар мұзды бөліктерге бөліп, жерасты қоймаға түсіреді. Қалың қабырғалар мен ерекше желдету жүйесі мұзды жаз бойы сақтайды. Олар ет, жеміс, сүт өнімдерін сақтаған. Тіпті десерт жасаған, раушан суы, лимон және кеспеден тұратын алғашқы сорбет. 2500 жыл бұрын. Электрсіз, шөлдің ортасында. Бадгир желмен салқындату, бірақ бұл жеткіліксіз еді. Перстер тағы бір мәселені шешті. Үйді қалай салқындатуға болады? Олардың жауабы Бадгир. Бадгир жел ұстағыш. Бұл үйлердің үстінде орналасқан мұнаралар. Олар желді ұстап, ішке бағыттайды. Салқын ауа төмен түседі. Ыстық ауа жоғары көтеріледі. Нәтижесінде табиғи желдету пайда болады. Электрсіз, моторсыз, кей үйлерде ауа су арқылы өтеді.
Бұл оны одан да салқын етеді. Ішкі температура 10 градусқа дейін төмендейді. Иезд қаласында 700-ден астам бадгер бар. Бұл жел қаласы. Бүгінде әлемнің сәулетшілері осы технологияны қайта зерттеп жатыр. Нушабад жасырын қала. Енді жерасты әлеміне түсейік. 2004 жыл. Нушабад қаласы. Бір адам өз ауласында қазып жатыр. Кенет жер опырылады. Ол төмен қарайды. Және туннель көреді. Кейін белгілі болды, бұл жай туннель емес. Бұл толық қала. 3 қабатты. 18 метр тереңдікте. Туннельдер, бөлмелер, су арналары, желдету жүйелері және қақпандар. Жасырын шұңқырлар, айналатын тастар. Бұл қала жаудан қорғану үшін жасалған. Адамдар осында түсіп, бірнеше күн өмір сүре алған. 1500 жыл бойы бұл қала адамдардың астында болды. Және ешкім білмеді. Шахри Сухте көне технологиялар, енді одан да тереңге барайық. 5000 жыл бұрын Шахри Сухте қаласы. Мұнда археологтар таңғаларлық заттар тапты. Жасанды көз, алтын жіптермен жасалған протез. Ол нақты бір адамға арналған. Бұл әлемдегі ең көне протездердің бірі. Сонымен қатар, бас сүйектерінде операция іздері табылды. Адамдар операциядан тірі қалған. Анестезиясыз, антибиотиксіз. Және ең қызығы, бұл қалада қару табылмаған. Бұл бейбіт қала болған. Бірақ бір күні оның тұрғындары жоғалып кеткен. Ізсіз. Кәріз, жер астындағы өзендер, су бұл өмір. Ал Иран сияқты құрғақ елде су ең үлкен байлық. Бірақ мәселе бар, өзендер аз, жауын шашын аз, ал жаз өте ыстық. Сонда адамдар қалай өмір сүрді? Перстер бұл мәселені мыңдаған жыл бұрын шешті. Олар жер астымен өтетін ерекше су жүйесін ойлап тапты. Ол кәріз. Кәріз бұл жай туннель емес. Бұл толық инженерлік жүйе. Олар таулардағы су көздерін тауып, сол жерден қалаға дейін жер астымен ұзын туннельдер қазды. Ең қызығы, су өздігінен ағады. Яғни ешқандай сорғы жоқ. Электр жоқ. Барлығы тек есеп. Туннельдің еңкіштігі дәл есептелген. Судың тез ақпайды, қабырғаларды бұзбайды және тоқтап қалмайды. Кәріздердің тереңдігі 10 метрден 40 метрге дейін жетеді. Ал ұзындығы ондаған километр. Мысалы, Гонабаттағы кәріз шамамен 45 километрге созылады. Оның негізгі шахтасының тереңдігі 70 метр. Және оған шамамен 2700 жыл. Бірақ ең таңғаларлығы, ол әлі де жұмыс істеп тұр. Иә, дәл қазір. Су әлі де ағып жатыр. Егер барлық кәріздерді бір сызыққа қойса, олардың жалпы ұзындығы 300 000 километрден асады. Салыстыру үшін, жердің экваторы шамамен 40 000 км. Яғни, перстер жерді 7 рет айналып шығатындай, жерасты су жүйесін қолмен қазып жасаған. Ешқандай техникасыз, ешқандай картасыз. Тек ақылмен, тек еңбекпен. Бұл жай технология емес. Бұл өмір сүрудің өнері. Неге бұл өркениет жойылмады? Енді ең маңызды сұраққа келейік. Неге Иран сияқты көне өркениет жойылып кеткен жоқ? Өйткені тарихта көптеген ұлы мемлекеттер болды. Олар гүлденді және жоғалып кетті. Бірақ Иран жоғалмады. Неге? Жауап картада. Иранды қоршап тұрған табиғаттың өзінде. Батысында Загрос таулары. Бұл 1500 километрге созылған тау тізбегі. Олар бірінің артынан бірі орналасқан. Аралары тар. Өту қиын. Солтүстігінде Эльбурс таулары. Олардың ең биік нүктесі Димавенд. Биіктігі 5610 метр. Бұл таяу шығыстағы ең биік шың. Ал оңтүстігі мен шығысында шексіз шөлдер. Бұл жерден үлкен әскер өткізу мүмкін емес. Су жоқ, тамақ жоқ. Яғни Иран табиғи қамал. Бұл елге кіруге болады. Бірақ оны толық бағындыру өте қиын. Александр Македонский келген. Ол жазықтарды алды. Бірақ таулы аймақтарды толық бағындыра алмады. Арабтар келген.
олар өз дінін әкелді. Бірақ бірнеше ұрпақтан кейін олардың өзі парсы мәдениетіне сіңіп кетті. Моңғолдар келген, қалаларды қиратты. Бірақ 100 жылдан кейін олардың ұрпақтары парсы өнерін дамытты. Неге бұлай болды? Себебі перс мәдениеті қарсыласпайды. Ол жұтады. Ол жауды күшпен емес, уақытпен жеңеді. Таулар оған уақыт береді. Ал уақыт шыдамдылардың жағында. Сондықтан бұл өркениет жойылған жоқ. Ол өзгерді, бейімделді, бірақ жоғалған жоқ. Иран және Қазақстан тарихы бөлек, рухы бір. Енді ең маңызды нәрсеге келейік. Бұл ел бізге бөтен емес. Біз картада әр түрлі жерде тұрсақ та, тарих бізді әлде қашан байланыстырып қойған. Мыңдаған жыл бұрын Ұлы Жібек жолы арқылы осы екі халықтың арасында саудада жүрді, мәдениетте алмасып отырды, білім де тарады. Парсы даласынан шыққан білім түркі даласына жетті. Ал түркі рухы сол жаққа тарады. Бұл жай кездейсоқтық емес. Бұл тарихтың өзі. Бүгінге дейін бізде ұқсастықтар өте көп. Қонақжайлық екеуінде де қасиет, үлкенге құрмет заң, отбасы ең басты құндылық. Қазақ та парсы да қонақ келгенде дастарханын жаяды. Жақсы сөз айтады. Адамды сыйлайды. Бұл бір рух. Тіпті сөздердің өзінде де ұқсастық бар. Кейбір ұғымдар ғасырлар бойы бірге өмір сүргенін көрсетеді. Себебі бұл халықтар бір-бірімен қатар дамыған. Бір-бірін көрген, бір-бірінен үйренген. Сондықтан Иран бізге алыс ел емес. Бұл бізге рухани жағынан жақын халық. Енді бір сәт тоқтап ойланып көріңіз. Бұл елде жер беті 70 градусқа дейін қызатын шөл бар. Миллиондаған жылдық орман бар. Қанға айналатын көл бар. Адамдар жер жейтін арал бар. 2500 жыл бұрын жасалған тоңазытқыш бар. Электрсіз жұмыс істейтін кондиционерлер бар. Жерасты қалалар бар. Мыңдаған шақырымға созылған су жүйелері бар. Және бұның бәрін адамдар жасаған. Қолымен, ақылымен, ешқандай технологиясыз. Бұл жай тарих емес. Бұл дәлел. Адам баласы қазіргі технологиясыз ақ керемет нәрселер жасай алғанның дәлелі. Және ең маңыздысы, бұл өркениет жойылған жоқ. Ол уақытты күтті. Ол өзгерді. Бірақ сақталып қалды. Себебі күш қаруда емес. Күш ақылда, шыдамда және рухта. Егер бұл видео сізге жаңа нәрсе ашса, лайк басыңыз. Пікірге жазыңыз, қай бөлігі сізді таңғалдырды. Ал егер сіз осындай терең, шын және ерекше тарихтарды көргіңіз келсе, қара файл арнаға міндетті түрде жазылыңыз. Өйткені келесі видео одан да күшті болады. Кездескенше.